Кезегенмен туғандар, Мерседес балалардан келіп жеттік. Бүгін 14 ноябрь 2021 жыл. Авторындық Бишкек. Ношу видеода көріп тұрғаныңыздардай 124, 210, 211 Мерседес сешкаларды тартамыз, адаттағыдай. Біріншілерден көріп жатқан қатталушыларыңыз болса, каналға жазылғанын ұмытпаңыздар. Біз көрсетуді баштайлы. Жылы 93, 3.2 автомат, $5100. Коробкасы автомат. Базарға қандай состояниедағы Мерседестер шыққан болса, барын тартамыз. Отырыштары кожа, коробка автомат. Үстінде люк тағы бар. Абалы жақсы. Аз артына өтіп көрелі. Дағы бір 124 Мерседес 94 жылқы 2.2 плита мотор, коробкасы автомат, бағасы $5200. Салонды көрелі. Пробег 270 км көрсетіп жатады. Потолок жақсы. Отырыштарда жақсы екен. Башқа Мерседестерге салыштырмалы. Жақсы керекіне. Артынан өтіп көрелі. Артында бампері крылосында дағы жұмысы жоқ екен. Мерседес аз бияғына да өтейінші. Оңғыпталы дөңгелектері қышқы жақша болды. Үшін жанында қызыл түсті 124, бұл дағы 2.2 объемда. Азы бірінші вектаны көрелі. Жылы 95, 2.2 автомат, полный электропакет. Бағасы $4300, кондиционер бар екен, іштетті. Қазір ішінде есі жасалып тұр, açып тосқолды қолдайны қойлы. Ондан кейін бұл жақта. Бұл жақта 210 жақша болды Мерседес, коробкасы автомат. Жақша болды. Жылы 98-43, 304 000 км жүрдір, басы $5700. Салоны. Үстінде люк тағы бар, абалы жақшы. Монтауыз кейінки бұл жерде Мерседес 210 жақша болды. Дөңгелектері қышқы. Қазір есігі жауық, отырыштары обычно трампшын екен. Жылы 2024 автомат $5800. Мұна қағазы тосын қалып тұр, қазір есі жоқ болып өтеді. Мерседес Кабан 140 кузов 95 жылқы 3.2 бензин, бағасы $5400. Байланыс номері бар. Дөңгелектері қышқы. Отырыштары қара түсті кожа. Абалы жақсы екен. Ондан кейін дағы бір 3.2 Мерседес 210. Жылы 2000, 8 автомат, 277 000 км жүріп тұр. Бағасы $5200. Салонын біраз көріп қойлы. Пробег қанша қалды? 271 000 км жүріп тұр. Есігін жақсын жауып қойлы. Дағы бір 210 Мерседес 2002 жылқы 4.3 коробка автомат, басы $6500. Дөңгелектері жайқы, абалы жақсы. Азыр есігі жауық болып өтеді, мен бияқтан тартып қойын. Көзуі жақсы. Жақша балда 124 Мерседес 92 жылқы 2.3 коробка механика, моторы привозной басылып тұр. Басы $4300. Байланыс номерлері бар. Коробка механика екен, не? Коробкасы механика. Салонын ашып көрелі. Бияғы жауық қарты. Ашық па? Ашып көрелі.
поликтер дагы жакшы. Дагы бир жакшы балда 124 94 жылкы көлөмү 2 механика, баасы 350 миң сом сурап жатыр. Азыр эси дөңгөлөктөрү кышкы, коробка механика, пробег 235 миң километр жүргөн. Состояниеси кандай? Эмне кылыш керек? Эмне жумуш бар? Жасайт турган эчтеке эле жери жок. Айдаш керек. Так, айдаш керек, Мына ойлонбой любой жака чыгып кете берсе болот да. Майда чүзү, красивый. Сомго эсептегенде 350 миң сом болуш канча болот? Эми түшүп беребиз. Түшпөсүңөр. Беребиз. Ушунда люк бар экен. Сөзү кыскартайын дагы бат-баттан тартып, көп Мерседестерди татканга жетишели. Бул дагы жакшы экен абалы, 350 миң сом дейт. Реально алам дегендер болсо түшүп беребиз дейт. Жакшы абалда 124 Mercedes 3.2 объемда 93 жылкы, коробкасы автомат. 5 вложение дейт, баасы $4300. Пробег оригинал. Салонун ачып көрөлү. Коробкасы автомат. Пробег канча калды? 446 миң километр жүрүптүр. Mercedes'in абалы жакшы. Дөңгөлөктөр азыркы учурда жайықты дөңгөлөктөрдө турат экен, кышкыга алмаштырыш керек. Бул жерде 2 объем Mercedes 124 92 жылкы 331 миң километр жүргөн, 220 миң сом сурап жатыр. Mercedes дөңгөлөктөрү кышкы. Номерге чалып сүйлөшүп көрүңүздөр. Ушул Mercedes $3500 сатылып кетти. Азыр бардыгы элдер чогулуп карап атышат, кандай экен состояниясы деп кызыгып атышат. Азыр 350 миң сомго кетти ушул Mercedes. Салон ачып көрөлү. Биякта да кардалар бар экен. Жылы 96 3.2. Mercedes 210 универсал 99 жылкы 2.4 автомат. Состояниясы жакшы, баасы $5200, 2 номер бар. Чалып сүйлөсөңүздөр болот. Дөңгөлөктөрү кышкы. Пробег канча калды? Пробег 350 миң. Родной лобовой. Летний резиналары да бар экен, багажникте дейт, 250 миң километр жүрүптүр. Продаю или меняю дом из 4 комнат в центре города Чиса. Жакшы амалда 124 Mercedes. Жылы 93, көлөмү 3.2 механика, $3400. Байланыш номери бар. Состояниясы жакшы. Отуруштары кожа, пробег 210 миң километр жүрүптүр. Коробка механика, 5 ступка. Mercedes 211, күмүш түстө, 2004 жылкы, көлөмү 1.8 автомат, $6800, без вложения. Дөңгөлөктөрү кышкы. Азыр эшиги жабык экен. Салону. Mercedes Benz Seshka 2001 жылкы, 1.8 автомат, баасы $5000, без компрессор дейт. Дөңгөлөктөрү кышкы. Азыр салонун ачып көрөлү. Стеклоподъемниктери электрический, коробка автомат. Отуруштары ушундай көрүнүштө. Үстүндө люк бар. Продаю автомашину Honda CR-V, правый руль на механике. Жакшы абалда Mercedes 210, күмүш түстө, дөңгөлөктөрү кышкы. Жылы 2001, 3.2 автомат, 220 миң километр жүргөн, баасы $8000 сурап жатыр. Байланыш номери ушул чоң жазылып турган номерге чаласыздар.
салоны 223 000 километрді салондан дағы көрсетіп жатады. Үстінде люк бар. Қызуында ешбір жерінде жұмысы жоқ екен. Жақсы балда. Задний камерасы бар. Дағы бір Mercedes 210 98 жылғы 3.2 автомат. Бағасы $6700, 5 вложение деді. Ешбір жерінде жұмысы жоқ деді. Көзуында ішінде жасалған бұрылған жерлері жоқ, сызылған жерлері жоқ. Ондан кейін бұл жерде Mercedes 2005 жылғы, көлемі 2, коробкасы механика, 5 вложение. Бағасы $6500 деді. Байланыс номері бар. Салоны. Ondan кейін бұл жақтағы 124 Mercedes өте жақсы балда сақтап тұр. 90 жылғы 2.3 коробка автомат, бензин, бағасы $4900. Азыр есігі жауып екен, дөңгелектері қышқы. Коттеджи, подносящий сад до озера